соны ертіп кетті дейді ұйығатын кезінде. 200 шақырым жерге бір жерге барды да жаңағы ит ұйып тұрған, ұйықтап алып келіпті. Содан жаңағы ақтаз жалғыз бір көк күшік туыпты ғой. Содан атын тұйғын деп қойған. Ол тұйғынның жаңағы өмірбаянын айтады жаңағы. Ауылдың бір үлкен кісілер айтады, бізде ағалардың өлді екен. Сонда бір күні тұйғын аңға шыққан екен, біреудің ол заманда малды жоқ қой, жоқ заман. Біреудің малын жарып кетті, өсіп айтты. Ойбай, аңшылар жинап атпен шықса, өзеннен өткен бойда қасқыр алып бір қасқыр ұялғасы тура қашыпты ол жағы. Бақытып қалай келатыр, адамдар солай қарай қашты. Бір уақытта жаңағы көк тұйғын дейді да, солға қарай кетіп қалды, сол жаққа қарай. Сосын жаңағы қуып кеткен аңшылар олар кісілер істеген сияқты жақсы болған дейді. Айтып отыр, мына итіңнің басы деймін қайда кетті деп. Ал қасқыр алып жүрген кезде жаңағы тұйғын. Содан жаңағы бұлар жаңағы қаздардың соңынан кетеді, жаңағы қасқыр соны тазардың соңынан аттылар кетеді, соны кетеді шауып бәле-бәле. Одан бір уақытта бір 9 шақырымнан примерно 9 шаққан ғой атты. Қараса қасқыр жаңағы солға қарай жүрген. Шамалы бір 4-5 шақырым шықса көк итпен алысып отыр, жаңағы алдына күтіп тұр дейді. Сонда былай тіке кеткен қасқыр да солға қарай шауып жаңағы қаяққа қарай бағыттайтын содан шыққан дейді. Сол жақта тал бар екен. Сол талға қарай қашады біліп тұрғанымызда. 9 километр апарып кейін қарай бұларға біліп тұр қасқыр. Соны бағыттап сонда бір ақыл естейді болған дейді. Оны біздің жаңағы 47 үлкен ағам көрген. Ол ит. Сосын бір әкемнің жаңағы бір үлкен кісілер болды, өмірге өтіп кетті. Достарымыздың әкесі соңғыларына айтқан әңгімесі бар. Бір Ақтас деген жер бар біздің жерде, біздің жақта. Соның қамысы үлкен. Сендер айттың ғой кеше гуманитарлық колледжге барасыңдар, группада жазылған бәрі. Иә. Қой бағып отырсақ та жанында алына жас жігіттер бар. Даваха. Әкелерің бір атпен шауып кетті, қосымызға келді жаңағы. Қой алған. Айтқан ғой, мына қамыстарыңа қасқыр кіріп кетті, 2 қасқыр. Қасында 3 тазы бар, көк тазы бар дейді, сосын 2 тазы бар дейді. Бір ақ тазы бар дейді. Мына нелеріңе жаңағы қамыстарыңа қасқыр кіріп кетті. Аттарың дөмдеп жүр, айдап шығыңдар, 2 ағайын жігіт екен алар. Біреуі помощник, біреуі қойшысы. Оны ат мініп шығып кетеді дейді. Қамыстың арғасына дейді, жаңағы қасқырдың арланы шығып тұр дейді, қозғалмайды дейді, біз белгі басындамыз дейді. Бір уақытта жаңағы әкенің көк иті кетті дейді, бүркілдеп. Қамысты айналып кетті дейді, бүйтіп айналып барады дейді, бір таза айналу керек дейді. Әкенің жаны шығып тұрды, ойбай, мына көк ит өлтіреді, мына көк ит қашып алған қараны қарады, өлтіреді шығады. Содан жаңағы айналып барды, біз мына бергі қыр жақтан қарап тұрдық. Айда 2 туылысы кетті дейді, жаңағы қасқырдың. Қашпаған қасқыр. 2-ші қасқыр қамыстың ішінде дейді. Жаңағы 2 тазды қосса әкең бармайды дейді 2 тазы. 3 тазы ғой онда. Екеуі төбелес алды деген ағасында жаңағы көк жақ, көк тұйғын. Алды дейді, жығып алды дейді. Содан бір уақытта жаңағы айтайын деген бар ойбай дейді. Әкенің жаны шығып тұр дейді, ит алғанша өлтіреді итін бүйтіп шығады. Соны керек алды дейді. Содан алғаннан кейін ойбайды алды да сосын жаңағы ойбай енді кіріңдер мына 2-ші қасқырды. 2-ші қасқырды бүйтті қамыстың ішіне 3 ат болып кірді дейді, иттер кірді дейді. Бір уақытта ана қанша қасқыр шықты да қашты дейді, неге қырға қарай. Содан жаңағы 2 жаңағы ана ит жабылмай тұрған тазылар бар, қуып кетті жаңағы қасқырды, 2-ші қасқырды. Қарасып түссе келіп тұрған екен жаңағы қасқыр. Сонда ана иттің несі айтады да, қасқырдың арланы жаңағы иттің мысын басады екен, иттердің мысын басады екен. Сонда ана көк иттің несі жаңағы айтайын деген әкесі дейді, мен белгі кесетін бе, жаңағы біздің көк ит, жаңағы әкеміздің көк иттің әкесі бар ғой, төбет болған екен дейді ғой. Төбет ит, ол да қасқыр алған екен. Қожасай деген жерде болған екен. Қайың болған ғой, иә? Анау қайың болған ғой, мощный қайың болған ғой. Сондай бір нелерді айтады. Сосын жаңағы өтес деген ағамыз, оның аузы өзіміз айтып өтіп, ол айтады жаңағы. Бір күні трактор айдайын дейді, жаңағы трактор айдайын, бульдозер дейді. Қар күрек батсам дейді, қар күрек өте беремін дейді. Бір ит жаңағы күреген жеріме секіріп түсті дейді. Жолыма қар қалың дейді. Бір уақытта шамалдың 2-ші секіріп түсті дейді. 2 төбелесе кетті дейді. Тоқтап ит төбелесе тұрып қарасам, ол кісі ағамның көк итімен қасқыр екен дейді.
екеуі алысып жатыр еді дейді, жаңағы шамалда кейін ағам келді дейді, әкем де айтты. сонда қарда жатқан ба қасқыр? Жоқ, бульдозермен қарды күреп өткен ғой, соның ізіне жаңағы секіріп түскен ғой, қасқыр қашып кетті. Жаңағы тегіс жерге ит те секіріп соған түскен, екеуі төбелесе кетті дейді, енді жанын шақпады ғой қасқырда, соған екеуі төбелесе кетті дейді. Бірақ алысып жатыр еді, көк ит жығып алды. Әке ағамның қолында құрық дейді, құрықты басып өйтіп алды да ит жығып алып бүйтіп басып жатса мойнына салып көк ит жаңағы артынан түсірді тартып сөйтіп тартып әке оны ұстамайды, құрық ұстайды деді. Ана да үлкен кісілер қасқыр қалай екен ғой, көп адам өте көп ит деді. Ана жаңағы екі ағайын жігіттің 2-3 версиясы бар айтқан. Сосын сол жылы, сосын сонда бір қыста дейді да, бір шөп салып жатыр дейді, қойға шөп салып жатыр дейді, сағат 11-лерде, таңертең дейді, шөп тиіп жатыр дейді шанаға. Бос шөп қой кезде енді, ертеде бір уақытта 5-6 тасқа бір дізіліп кетіп барды дейді, қар қалың. 5-6 тасқа кетіп барды дейді, бір үйде бір кішкентай таз бар дейді, жүгіріп барды, соңғы тұрған зар сол қаңқ деп жаны шығып кетеді, қиын арасында. Барсаң да бір тістеген ішін жылып өтеді дейді, бірақ жарылмаған дейді. Қаңқылдап қайтып кетті дейді таз. Соны бір уақытта жарты сағаттың шамасында әкең атпен шауып кетті. Мынадан өтті ме мынадан айтты дейді. Иә, өтті, алтауы өтті дейді. Бағыты қалай былай қарай деп айтты дейді. Соны кетті дейді. Содан жаңағы ол кезде неме дейді, ит жоқ дейді. Атпен дейді, қолында құрық дейді. Содан бір шамада алтауы өтіп кетті айтты дейді. Бір шамда біз шөбімізді тиедік. Сосын жаңағы 11-лерде неше еді ғой жаңағы, жылытпасын еді ғой ол кетеді жаңағы, баяғыда аз. Жылытпан шығып тұрсақ қойған жаңағы кеатыр әке, бір қасқырды аттың құйрығын ойлаған, сүйретіп кетеді. Бар екен ғой әкеміз, әкеміздің әкесі атамыздың, қалды атамыздың атты тағын екен, атты тағын. Қалды мықты қасқыршы болған ол кісі. Шағыр деген мықты аты болған.